сабақта кім жоқ? Түгеліңіз ба қазір? Бізде сыныпта 17 оқушы, екеуі алып жатыр сыныптан. Жақсы, балалар бүгінгі сабақты бастамас бұрын кішкене денемізді қыздырып, сабаққа деген көңіл күйімізді көтеріп алайық, иә балалар? Ендеше сөйлейтін қолдар деген жаттығуды жасаймыз. Сөйлей алатын қолдар, яғни мен сіздерге айтып тұрамын, ал сіздер іс-әрекетпен көрсетіп тұрыңыздар. Амандасу, достасу, тамаша, қуанышын көрсету. Жақсы, ескерту айту. Күресу. Топқа бөлініп алайық, е? Келе қойыңыздар мына жерде. Депозит карточкалар арқылы топқа бөлінеміз балалар. Кішкене шапшаңдау, ширақтау болайық балалар. Уақыт бізге қарамайды. Балалар, мен айта өтейінші. Бүгінгі сабаққа қанша бала алу керек, барлығы берілген. Сосын өзімізге қалай қаржылық сауаттылығымызды дамыта аламыз, қалай қаржы жинай аламыз. Осы арқылы біз бүгін білетін боламыз балалар. Жарайды ма? Жақсы, тамаша. Ендеше балалар, қазір сіздерге мен бір тосын сый жасап қойдым. Ол тосын сыйым менің орындықтың артында орналасқан. Ол тосын сыйды тапқан бала бақытты жандар. Қарап көріңіздерші, кім? Жазып болдық па балалар? Енді бер қарай қойыңыздар. Балалар, біздің бүгінгі сабақта жетелейтін, жетістікке жеткізетін бүгінгі сабақ мақсаттарымыз мынадай балалар. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша түртіп жазудың әртүрлі жолдарын меңгеру арқылы негізгі ақпаратты анықтаймыз. Яғни сіздер анықтайсыздар. Мәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазамыз. Жақсы, ендеше келесі мына бір бейне жазбаға мән береміз. Барлығымыз мұқият тыңдаймыз. Себебі тапсырмалар осы бойынша келеді. Мектеп бітірген соң Токиодағы шет елдер университетінің моңғол тілі мамандығына оқуға түстім. Тілді жетік меңгеру мақсатында 2009 жылы Моңғолияның астанасы Улан-Баторға барып, бір жыл оқуымды жалғастырдым. Демалыс кезінде Моңғолияның ауыл аймағын араладым. Бір күні Микея Нишимура аға мені Баян өлгейге етіп апарды. Адамдар мен түсінбейтін тілде сөйлесіп жүр. Сұрастыра келе, олардың қазақтар екенін білдім. Осы жерде біраз уақыт тұрғаннан кейін қазақтарға деген құрметім артып, енді маған қазақ тілін үйрену керек деп шештім. Тілді жақсы үйрену үшін қалың қазақтың ортасында тұруым керек екенін түсініп, 2012 жылы Баян өлгейге көшіп бардым. 2 жыл Көгершін деген кісінің үйінде тұрдым. Олар мені өз қызындай көрді. Бар жылы жұмсағын аузыма тосып көрді. Басында қазақша түк түсінбейтінмін. Адамдар не айтып жатыр екен деп таң қалып қарайтынмын. Кейін бауырсақ, дастархан, шай іш, тамақ же деген сөздердің біртіндеп санама сіңіріп, іштей жаттап, қайталап үйрендім. Содан соң сөз тіркестерін, кейін сөйлем құрай алатын болдым. Тілді тыңдау арқылы үйренесің. Қазақша аздап сөйлей бастаған соң, айналамдағы адамдардан қазақтың қолөнері жайлы сұрай бастадым. Өйткені жаз бойы 2 жыл Көгершін деген кісінің үйінде тұрдым. Олар мені өз қызындай. Біраз уақыт тұрғаннан кейін қазақтарға деген құрметім артып, енді маған қазақ тілін үйрену. Кейін бауырсақ, дастархан, шай іш, тамақ же деген сөздердің біртіндеп қазақша аздап сөйлей бастаған соң, айналамдағы адамдардан қазақтың қолөнері жайлы сұрай бастадым. Өйткені жаз бойы күйінде тұрдым. Малшылардың ауылына қонаққа бардым. Әрбір үйдегі қолдан тоқылған оюлы текемет, сырмақ, алаша, басқұр көздің жауын алады. Оны қалай тоқиды? Ою өрнегін қалай салады деген сияқты сауалдарым таусылмайтын. Баян өлгейде тұрған 2 жыл ішінде мен қазақтардан көп қамқорлық, жақсылық көрдім. Салт дәстүрімен таныстым. Кейін ол жақсылықтың қайтарымы болу керек деп ойлап,
Қазақтың қолөнер жайлы докторлық диссертация жазамын. Оны басқа жапондарға танытамын деген ойға бекідім. Түсінікті ғой балалар. Ендеше біздің бүгінгі бірінші мақсатымыз 3 топқа да бірдей тапсырма. Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтайсыздар. Мәтіннің қысқаша нұсқасын әзірлейсіздер. Мәтінді жалғастырып жазасыздар. Қазір постерлерімізді қойылайын. Балалар, бұл бақытты жаңағы депозит карточкамыз арқылы бақытты отбасы жұмысы болып табылады. Себебі депозитке карта ақша салу үшін біз бірінші не істейміз? Ата-анамызбен ақылдасамыз. Ал ақылдасып алыңыздар. Балалар, sizde 4-5 минут қана уақыт бар. Балалар, sizde 4-5 минут қана уақыт бар. Екі топ күте тұрамыз. Балалар. Балалар, қосымша қарап айтасыздар. Бәріміз теңдей, тапсырмада берілді. Уақытта бірдей беріледі балалар. Балалар, бұл тапсырмада дискриптор неше балл екен? 3 балл. Соны ұмытпаймыз. Дискрипторға қарап отырып жұмыс жасаймыз балалар. Жақсы. Тамаша. Бірінші сіздер аяқтарыңыздар. Ал, бастаймыз. Негізгі ақпаратта Чехо жаңа өзінің оқу аясында Монғолияға көшіп барады. Және одан кейін ол демалысында неге барып, Баян-Өлгейге барып, сонда қазақтарға қызығып, оның өзінің докторлық диссертациясын да қорғайды. Және қысқаша мазмұнын айтатын болсақ, Чехо Хирота тілдік жаңағы тілдік жетістік меңгеру мақсатында 2009 жылы Монғолияға барып, өзінің оқуын жалғастырады және ағасымен Баян-Өлгейге барып, Кубышевский кісімен тұрып, Жапонияда өзінің докторлық диссертациясын қорғайды. Және
қысқаша мазмұн айтатын болсақ, Чико Хирота тілдік жаңағы тілдік жетістік меңгеру мақсатында 2009 жылы Монғолияға барып, өзінің оқуын жалғастырады және ағасымен баян өлкеге барып, күлгіші деген кісімен тұрып, Жапонияда өзінің докторлық диссертациясын қорғайды. Қорытындысында Чико Хирота өзінің Жапония елінде, яғни жақсы өте сәтті қорғап шығып, ол жерде жаңағындай менің диссертацияның арқасында біздің елімізге, қазақ еліне деген, қолөнеріне деген жапондықтардың қызығушылығы артты. Біздің туристік саламыз дамып, тіліміздің мәдениетін дамуына жылы баян өлкеге кетіп көшіп барады. Диссертация жасады және қазақтардың өмір салтымен танысты. Чико Хирота 1988 жылы дүниеге келіп, Жапонияда дүниеге келеді. Және орта мектепті бітіргеннен кейін Токиодағы шет тілдер университетіне моңғол тіліне оқуға түседі. Және де 2009 жылы өзінің тілін ары қарай дамыту үшін ол Монғолияға көшіп барады. Монғолияда 2012 жылы баян өлкеге көшеді. Себебі оған қазақ тілі ұнап қалады да, соны тереңірек білу үшін баян өлкеге барады. Сөйтіп, қазақ тілін жақсы үйренгеннен кейін ол Жапонияға қайтадан келіп өзінің диссертациясын жасайды. Осыны келетін болсақ, ол Чико Хирота осыдан кейін Жапонияға барып өзінің диссертациясын қорғады. Диссертациясы танымал болып, оны жапондықтар ұнатып қалды. Одан кейін ол шекарадан асып, ол танымал болған соң Қазақстан Республикасының туризмі жұмсады. Негізгі ақпараты Чико Хирота 1988 жылы Жапонияда дүниеге келеді. 2009 жылы Монғолияның астанасы Улан-Баторға барып, бір жыл оқуын жалғастырады. Баян өлкеге апарып, қазақтармен танысып, және де қазақ тілін үйреніп керектен шешеді. 2012 жылы баян өлкеге көшеді. Ол тілді меңгеріп, қазақтың дәстүріне, салт-дәстүріне және де қолөнеріне қызығып, Жапониядағы қазақтың қолөнері жайлы диссертация қорғап шығады. Қысқаша мазмұнына келсек, мен Чико Хирота 1988 жылы Жапонияда дүниеге келген. Мектеп бітіріп, шет тілдер университетінде моңғол тілі мамандығын оқып, 2009 жылы Монғолия астанасы Улан-Баторда бір жылдық оқуымды жалғастырдым. Және де баян өлкеге барып қазақтармен танысып, 2012 жылы қазақ тілін үйренемін деп баян өлкеге көштім. Және де күніне бір сөзден сосын сөз тіркестерін жаттап, кейін сөйлем құрай алатын болдым. Сосын бұл жақсылықтың қайтарымы болу керек деп қазақтардың қолөнері жайлы докторлық диссертация жасаймын деген ойда едім. Жалғастыратын болсақ, докторлық диссертацияны сәтті қорғап шыққан соң, Жапон халқы өз қызығушылығын білдірді. Қазақ халқының қолөнеріне өз таңданыстарын білдіріп, Қазақстанға қонаққа келеміз деп шешті. Бұл менің бастапқы кәсібіме де айналды. Туристерді қазақтардың қолөнерлігіне еліктіруді басты табысым деп біліп, Қазақстанның біршама халық білсін деп өзімнің ұсынысын білдірдім. Тамаша. Ендеше балалар, қолдарыңызда бірінші топ, екінші топты бағалайды, екінші топ, үшінші топты бағалайды, үшінші топ, төртінші топты бағалайды. Ал бастай қойыңыздар. Бірінші топ, 3 балдар. Яғни балалар, сіздер ата-аналарыңызбен келістіңіздер. Барлығы 3 балдар. Яғни балалар, сіздер ата-аналарыңызбен келістіңіздер, депозиттеріңізге ақша түсті. Екінші топ, бағалайтын топтарыңызды айта беріңіздер. 3 топ. Қоржындарыңызға салып алыңыздар. Тамаша. Барлығы 3 балл. Келесі топ. Тамаша. Барлығы 3 балдан. Мынаны депозит карточкаларыңызға саласыздар, балалар, ақшаларыңызды. Санап отырыңыздар. Ақша жүрген жерде ол не істейді? Санағанды жақсы көреді, иә? Ал кеттік балалар. Нешеу беру керек тағы?
Жақсы, тамаша балдар. Керемет, барлығымыздың орнымызға 3 балдар түсті. Енді келесі тапсырмамыз, екінші тапсырма балдар. Екінші тапсырмада сіздердің телефондарыңызға хабарлама депозиті келіп түсті. Ол хабарлама депозитте мынадай тапсырмалар берілген. Бірінші топ, мәтін мен тірек сөздерін пайдаланып, өлең құрастырасыздар. Екінші топ, көп тіл білудің адам өміріндегі маңызы туралы ой толғау жазасыздар. Үшінші топ, бір полиглот тұлға туралы достарыңызға хат жазасыздар. Сіздердің дескрипторларыңыз мәтіннен негізгі ақпаратты қолданамыз. Жазба жұмыстарыңызда мәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазамыз. Балдарыңыз 2 бал. Бұда да 5-6 минут уақыт беріледі балалар. Дәптерімізге жазамыз. Деректерге қарайық. Қазақ тілін дамытуға атсалайық қалайық, өнерден де, өлеңден де тыңдап ғибрат алайық. Тамаша. Үйде де бәлкім оған ана тілін салт-атты атылған қарайтын. Сен сөйлесең кейде, сен екенін сөйлесең басқа. Бізде үйде бәлкім оған ұнатын. Жапония еліне кеткен соң қазақ еліне кездесу. Отан деген атын сөздің мәнісіне басып, қазақ еліне ән шырқап, термелетіп қалыппын. Келесі. Көптің біздің сәлемді сабақталады. Туған тілді жетілдіру, қадірлеу біздің міндетіміз. Бірақ бір тілді жетілдіріп қана қоймай, жан-жақты даму керек. Көптің тілді үйренуге тырысу қажет. Әр кесе атақан еш артып еткен деп ойлаймын. Қайта көп тіл білу арқылы мүмкіндіктер ашылады. Қай заманда, қай қоғамда өмір сүрсек те адамзаттың тілі басты қатынас құралы деп есептейміз. Көп тілді еркін меңгерген білімі мен дүниетанымы кеңейе түсетіні рас. Балалар дескрипторға белгілеп отырамыз. Балдарымызды ұмытпаңыздар. Хат, сәлем, жөн, қалың қалай? Америкада оқуың жақсы ма? Бүгін мен саған бір қызық ақпарат айтайын деп отырмын. Ол қазақтың полиглот жігіті Хан Әзім. Білесің бе, ол 8 тілді толық меңгерген. Және әрине біріншісі ана тілі. Хан Абылай хан атында халықаралық қатынаста және де әлем тілдер университетінде жапон, ағылшын тілдерін меңгеріп, кейін Малайзияда магистратураны бітірген. Және де Малайзияда өзінің шетелдік достарымен бірге басқа да жүріп, араб, түрік, сосын француз тілдерін толықтай меңгеріп, малай тілін қажеттіліктен үйренген. Хан Әзім қазіргі таңда Малайзия елінде астанасы Куала-Лумпурда халықаралық қызмет істейді. Тамаша, керемет. Сәлем досым, мен саған хат жазу себебім полиглот тұлға туралы айтайын. Ол Мұстафа Шоқай Семей уезінде әз мешітінде дүниеге келген, және де орыс тіл, қазақ тіл, француз, өзбек, түрік, ағылшын тілін жетік меңгерген. Жақсы. Тілім болсын қалың қалай. Мен қазір саған айтқым келетін керемет полиглот тұлға, ол кезінде бізге дәріс берген Диана Рахматовна. Есіме бізге берген кезінде мен магистр бітірдім, және де Абылай хан атындағы жоғарғы оқу орнында сабақ бердім деуші еді ғой. Міне ағылшын, итальян тілдерін меңгердім деп еді. Енді міне өзінің артынан ерген балалар да өзі сияқты магистрді бітіріп, көптеген жоғарғы оқу орындарында сабақ беріп жүр екен. Яғни өзіңіздің ұстазыңыз. Тамаша. Сәлем достым, бүгін менің сендерге хат жазып отырған себебім әлеуметтік желіде өте тамаша тұлғаға тап болдым. Ол полиглоттың есімі Ақтоты Асанова. Ол 10 тілді меңгерген. 12 жасынан мегаполисте орыс тілін меңгеріп, 15 жасынан ұстаз болады. Қазіргі таңда француз, араб, түрік, испан, орыс, ағылшын тағы басқа тілдерді біледі. Осымен біз осы қыздан үлгі ала отырып хат жазған себебім. Бүгін мен саған полиглот тұлға туралы көптеген деректерді айтамын. Соның ішінде Құдайберген Қуанұлы Жұбанов. Ол көптеген тілдерді меңгерген. Соның ішінде араб, парсы, орыс, латын, түрік, жапон, француз, ағылшын, неміс тілдерін жетік меңгерген. Жақсы, бәріміз оқыдық қой балалар. Жақсы, өте тамаша. Ендеше келесі тапсырмаға көшейік балалар. Біздің келесі тапсырмамыз, яғни депозит карточкасында мынадай мүмкіндіктер бар балалар.
сіздерге 30 депозиті беріледі. Яғни 30 депозитінде әрбір топтан 2 оқушыдан шығып, мақал мәтелдерді жалғастырып, астарлы ойын анықтап, өз ойларын ортаға салады, әртүрлі тілде аударма жасайды. Яғни дескрипторларыңыз сіздердің бұл жерде 3 балл, мақал мәтелді жалғастырады, ойын ортаға салады және әртүрлі тілде аударма жасайды. Ал кеттік, кім бастайды екен? Шығады, сөйлейді. 30 ойынның өзі санаулы балалар. Бұл азғана адамға бұйырады. Білесіздер ғой 30-ға? Алтын көпір дегеніміз бізде ағылшынша Golden Bridge, орысша Золотой мост болады. Келесі оқушы. Келесі сіз емес, асықпаңыз. Таяқ еттен өтеді, сөз сүйектен өтеді. Бізде ет сөзі орысша мясо, ал ағылшынша сүйек орысша кости, ал ағылшынша бол. Астарлы ойын айтпайсыздар ма мақалдарыңызды? Астарлы ой, менің тілдерімде бар. Тіл достықтың көпірі дегенде бізде әртүрлі тіл білсек, біз шетелден достар табуға бастаймыз. Байланыс аламыз. Таяқпен адам тұрғанда ол ет деп атады ғой, ал сөзбен адамның намысына тиіп, жанына тиіп өткізіп жіберуге болады. Балалар шапшаңдай. Өз тілің өзің үшін, өзге тілің бірлік үшін. Өзге тіл бірлік. Бізде бірлік деген ағылшынша United болады, ал тірлік деген life немесе job болады. Бірлік, бізде бірлік деген единство, ал тірлік деген это работа. Бізде астарлы Тіл мәртебесі, ел мәртебесі. ел мәртебесі дегенде бізде ағылшынша ол country status болады. Ал орысша честь страны. Тамаша. Так, өзге тілің бірлік үшін, өз тілің тірлік үшін. Егер сен өз тіліңді білетін болсаң, және жанындағы адамдар өзіңнің тіліңді білетін болса, сендер барлығын бірлікте жүресіңдер және барлық затты бірігіп істейсіңдер. Ал өзге тіл ол басқа елдермен жұмыс істеу үшін қатынасыңыз. Ал ел мәртебесі деген, ол тілдің мәртебесі жоғары болса, елдің мәртебесі жоғары болады. Оның бізде ағылшыншасы байт болады, ал орысшасы ұн болады. Одан кейінгі ана тілі бой өсіреді, ана тілі ой өсіреді. Яғни жауабы. Яғни бұл жерде ана сүті бой өсіреді дегенде, бұл жерде ана сүтімен біз өзіміз дамимыз, ал ана тілі ол біздің қалыптасуына қарай көмегін береді. Жақсы балалар, тамаша. Енді біз бүгінгі сабақта келесі тапсырма төртінші тапсырма. Бастайын формасы бойынша, біз қазір платформасы бойынша тест тапсырамыз балалар. Біздер бұл жерде сыйақы бөлімі балалар. Қаншалықты депозитіңа көп ақша түсетін болса, сіздерге мемлекеттен не түседі? Сыйақы түседі. Ендеше барлығымыз қазір телефондарымызды ала қоямыз. Ұстап тұрма. Интернеттеріңізді ұстап тұрма. Ғаламторларыңызды ұстап тұрма.
ұстамаймын. Бұл жерде кішкене техникалық ақаулар бар екен. Ұстайды ма? Ұстамай тұр ма? Ендеше балалар жазбаша орындай салайық, иә? Техникалық ақауларға байланысты. Парақта орындаймыз балалар. Бірінші мәтінді жақсылап мұқият оқып алыңыздар. Сосын сұрақтарға жауап береміз. Асықпай, мұқият қараймыз, оқимыз. Asықпаймыз, мұқият қараймыз балалар. Уақытымыз бар. Жақсылап қарап беріңіздер. Ат жүйелеріңіз жазылып ұмытпаңыздар. Жоғарысына. Ат жүйелеріңізді жазамыз. Саналарыңызды жазамыз. Балалар, бізде тестте алатын балымыз 3 балл, яғни 6 балл, 2 балл. 2 сұрағыңыз дұрыс болса, онда ол 1 балл болып есептеледі. Түсінікті ғой? Ендеше балалар, қазір көршілеріңізбен ауыстырыңыздар. Бір-бірлеріңіздің парақтарыңызды ауыстырыңыздар. Ауыстырдық қой. Енді тақтаға мен жазамын. Сол нұсқа бойынша. Түгел бәріміз ауыстырып алдық қой. Бір-бірімізді. Жақсы. Ендеше бірдің асы, екінің асы. Әділдікпен тексереміз балалар бір-бірімізді. Екінің асы, үштің высы, төрттің высы, бестің высы, алтының высы. Көріп тұр ғой? Ал тексереміз бір-бірімізді. Тексеріп бір-бірімізді. Балын қоямыз, астын сызыңыздарда.
есептеп шығарасыздар. Кім айтады? Тексеріп болып па? Жұптар? Сіз кімдікі тексердіңіз қанша бала? Белгілеп алыңыз. Жансая? Белгілеп алыңыздар. Нелеріңізге? Гепатит карточкаға түртіп қойыңыздар. Сіз тез айта қойыңыз. Белгілеп алыңыз. Махамбет Айсұлу 3 балл бар. Гепатит карточкаларын Түлекбек Талшын 3 балл бар дұрыс. Мұрат Ендікі 5 балл, яғни 2 балмен бағалайсыз. Балибай Еранқы, оған 2 балл. Артыз әсел 6 ауынан 4-еу дұрыс, 3 балл. Жолдыбай Мұстамет, барлығы дұрыс, 3 балл. Депозит карточкаларыңызға белгілеп алыңыздар, балалар. Барлығын жазы. Балалар, бүгінгі біздің сабақтың шектік балы ол 10 балл болады. Я? Ендеше балалар, түгел барлығымыз тақтаға қарайықшы. Біз бүгінгі сабақта мақсаттарымызға жеттік па? Мән беріп қарайықшы барлығымыз. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша түртіп жазудың әртүрлі жолдарын меңгеру арқылы негізгі ақпаратты іріктейді. Яғни біз тыңдалым мәтінін не істедік? Тыңдадық. Тыңдалым мәтіні не туралы болды? Жапондық қыздың тіл үйрену туралы. Самаша. Түртіп жазуда не істедік? Негізгі ақпаратты іріктедік. Сосын ары қарай жалғап жаздық. Қысқаша мазмұнына тоқталдық. Орындадық па? Орындадық. Әртүрлі жолдармен орындадық. Қандай жолдармен орындадық? Мәтінді айтамыз. Жалғастырдық. Мазмұнын анықтадық. Негізгі ақпараттарды анықтадық. Жеттік па? Жеттік. Ал енді осы мәліметтің бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жаздық па? Жаздық. Қандай жолдармен жаздық? Хат жаздық. Ой толғау жаздық. Және өлең жолдарымен анықтадық. Жеттік па? Жеттік. Жақсы балалар. Тамаша. Ендеше барлығымыз маған бір сәт құлақ салыңыздаршы балалар. Балалар, бұл тілді үйренудің біздің бүгінгі негізгі сабағымызда біз тілді, яғни басқа тілді меңгеру, тек қана өзіміздің ана тілімізді білу парызымыз болса, сонымен бірге біз басқа да шет тілдерін меңгеруге тиіспіз. Себебі егер де біз шет тілдерін меңгеретін болсақ, үйренетін болсақ, оның ең бірінші артықшылығы, оның сіздерге денсаулықтарыңызға пайдасы бар. Себебі ең біріншіден біз көп тілді үйренетін болсақ, біздің ми талшықтарымыздағы жасушалар не істейді екен? Қайтадан өседі екен, дамиды екен. Екінші, адамның есте сақтау қабілеті не істейді екен? Ақпараттарды тез қабылдайды екен және ұзақ сақтайды екен. Үшінші, денсаулығымызға пайдасы ол тілдерді меңгерудің. Денсаулығымызға үшінші жолы ол бізде
мынау есте сақтаудың неше түрлі аурулар түрлері бар, иә? Сол аурулардың алдын алады дейді. Яғни бұл әр түрлі тілді үйрену, меңгеру, яғни сіздер орыс тілді ауызекі білемін деп жатырсыздар, біреулеріңіз жетік білеміз деп жатырсыздар. Шет тілді ауызекі сөйлейміз деп жатырсыздар. Себебі бізде қазір не істеп жатырмыз? Шет тілін қосымша пән ретінде оқып жатырмыз, иә? Таңдап жатырмыз. Солай ғой? Бар. Сондықтан да одан да ары қарай сіздер шет тіліменен дамытатын болсаңыз, қазір ағылшын тілінен басқа тағы ары қарай қай тілді дамытып отырмыз? Қай тілдер керек қазір бізге? Қытай тілін меңгеру керек. Тағы түрік тілін меңгеру керек. Жақсы, тамаша балалар. Осы тілдердің барлығын егер меңгеретін болсаңыздар, сіздерден ертеңгі тәуелсіз еліміздің тілін жақсы меңгерген, яғни өзінің ана тілін қадірлей білетін, басқа тілдерді меңгерген, 7 түрлі тіл білетін, 7 түрлі білім білетін, болашағымыздың, яғни еліміздің туын көкке ұстайтын, алдымыздағы үміт күтетін азамат пен азаматшалар өседі деп тілеймін. Сондықтан да тек қана орыс тілімен, ағылшын тілімен қалып қалмай, ары қарай тағы да дамытуға мен сіздерге кеңес беремін. Сондықтан да тілдерді ары қарай тағы да оқыңыздар. Сондықтан бізде көп тіл білетін тұлғаларды білесіздер ме? Кімдер екен? Біздің мемлекетіміздің президенті көп тілде біледі. Сосын Әбілқасым Әл-Фараби, Ахмет Байтұрсынұлы, тағы Мұстафа Шоқай, тағы Абай Құнанбайды көрдіңіздер ме? Көп тіл білу ұлы тұлғалыққа алып келеді. Сондықтан да көп тіл білуге тырысыңыздар. Жарайды ма? Ендеше бүгінгі сабағымызды қорытындылай отырып, депозит карточкаларымызды реттеп санап қойдық қой. Қанша балдан алғанымызды. Бүгінгі шектік балл 10 балл. Ал топ басшылар сөйлей қойыңыздар. Топтарымыз қалай бүгін жұмыс жасады, қанша балдар жинады? Біздің тобымыз бүгін өте белсенді болды. Әр оқушы өзінің үлесін қосты десек болады. Соның ішінде бізде Ахмет пен Нұрай ең белсендісі 10 балдан алды. Ал қалған Жансая, Ахмет және Фариза бізде 9 балдан алды. Тамаша. Тез-тез, топ басшысы. Сөйлей қойыңыз. Біздің топта мен өзім есепті байқадым. Және де әрқайсысы шапшаң болып, тапсырмаларды жақсы орындады. Сондықтан балдары бірінші оразали басылған айда бізде жалпы 8 балл, Камин Ердоста 8 балл, Сұлтанбек Әлмұратта 7 балл, Алмабек Мерейде 8 балл, және де Махамбет Айсының тобымыз толық қатысты. Тамаша. Келесі. Бізде осы топта барлығы атсалысып қатысып отырды. Оның ішіндегі ең белсендісі Еңлік пен Әсет болды. Олар барлық тапсырманы да тиянақты орындады. Және де Сағи өзінің қысқаша және де нақты тұжырымдамасымен ерекшеленді. Әсет болса өзінің жақсы жолмен ерекшеленді. Ал Ералының көңіл күйі болмай отырған секілді, сол себептен 7 балл алған. Жақсы балалар. Ендеше бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Енді депозит карточкаларымыздың мына жерінде нелер тұр? Смайликтер, мән беріп қараңыздаршы. Егер қызыл түсте бүгінгі сабақта қиындықтар болды. Егер сары түс болса, әлі де түсінгім келеді. Жасыл түс болса, бүгінгі сабақты жақсы түсіндім. Белгілей қойыңыздар. Қайсысы? Иә. Маркермен белгілейсіздер ау. Тез-тез. Тез-тез белгілей қойыңыздар. Белгілеңіздер. Енді балалар қараңыздар. Біз депозитімізге ақша қаржылай түсті. Солай ғой? Бәрімізде ақшамыз бар қалтамызда. Енді қараңыздар. 9-10 балл алғандар халық банкіне депозитті құяды. 7-8 балл алғандар Центр кредит банкіне құяды. 6 балл алғандар, 6-дан төмен балл алғандар Каспий банкқа депозиттерін құяды. Ал
ендеше бүгінгі сабақта біз тілдің қалай үйрену жолдарын меңгерсек, сонымен бірге қаржылай сауаттылықтарымызды да дамыстық балалар. Міне көріп отырсыздар, барлығымызда жоғары балдан алған екенбіз. Сондықтан барлықтарыңызға рахмет. Бүгінгі үй тапсырма, 6-шы тапсырма 116-шы бет Қазақстандағы көп тілділік жағдайын инфографика арқылы бейнелеп келеміз үйден. Сондықтан балалар бүгінгі сабақта керемет жақсы қатысқандарың үшін барлықтарыңызға алғыс айтамын. Жақсы көрсеткіш көрсете алдыңыздар. Мынау сіздерге менің атымнан естелік. Эльфия Адинаевна бізде осындай керемет сабақ өтті. Естеріңізге алып жүріңіздер мені. Al балалар, орныңызға тұра қойыңыздар. Балалар, осымен бүгінгі менің сабағым аяқталды. Белсене сабаққа қатысқандарыңыз үшін үлкен рахмет айтамын. Келесі жылы бұтыдан жоғары ұпай жинап қалаға оқуға